Армысыздар қазақ елі, ақпараттық құралдарда соңғы кезде айтылып жатқандай, Қытайда жаңа вирус тарап жатыр. Бұл туралы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары хабарлауда. Ең алдымен аталмыш вирус өкпені зақымдап, одан кейін тамақты ауыртады екен. Қытайда ауруханалар адамға лық толған. Расында соңғы кезде Қытайда осы вируспен ауырғандардың саны күрт өскен және оның ішінде үлкендермен қоса кішкене балаларды ауырып, олардың қызулары көтерілген. Олар ұзын сонар кезекке тұрып дәрігерге көрінуде және бірқатары ауруханаларға жатып емделуде. Ауруханалар адамға лық толы деп жатыр. Қытай мемлекеті сыртқы істер министрлігі спикер Мао Ниннің айтуынша, бұл жай ғана дақпырт. Бұл кәдімгідей жылда кездесетін қыс ауасындағы тұмаудың өршу қарқыны белең алған кез. Сол себепті де қорқудың ешқандай қажеті жоқ және дақпырт жасаудың да керегі жоқ деп мәлімдеді. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдағы вирус туралы әзірге ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ Қазақстан денсаулық сақтау ұйымы халықты көп адам шоғырланған жерге жиналмауды ұсынады. Себебі аталмыш метапневмовирусы Қазақстанда 30 адамнан анықталған. Яғни 30 науқастан осы аталмыш вирус табылған. Осы хабар тарағалы жалпы ел үрейленіп отыр, себебі бұрынғыдай ковидтің кезіндегідей пандемияға ұласып кетпейме, және ковид секілді бұл қауіпті ме деген үрей бар. Расында осыған орай медицина мамандары былай деп жауап береді, яғни бұл ешқандай да үрейленудің керегі жоқ, өйткені қазір қыс ауасында жылдағыдай тұмаудың өршіген кезеңі және пандемияға алып кететіндей қауіп жоқ, себебі пандемияға бару үшін ауырған науқастардың саны 100 мыңнан асып кету керек дейді. Аталмыш метапневмовирус ол бұрыннан 10 шақты жылдан бері келе жатқан және әрбір елде кездесетін вирустың бір түрі ғана. Егер де аталмыш вирус мутацияға ұшырап ауаға тарап кететін болса, онда коронавирустың кезіндегідей қауіпті болуы мүмкін. Бұл бірақ тек Қытайдың ғана болжамы. Ал Қазақстанда бұндай болжам жасалынған жоқ. Сол үшін де дақпырт жасаудың, үрейленудің қажеті жоқ деп есептейді. Коронавирус 2019 жылы жануарлардан адамға қарай ауысқан вирустың түрі болғандықтан, ол адамдарға тез тарап, соңы өлімге алып келді. Ал бұл метапневмовирус вирусы бұл жануарлардан тараған жоқ. Қазір қыс мезгіліне байланысты барлық елдегідей тұмау өршіп тұр. Денсаулық сақтау ұйымдарының ақпараттарына сүйенсек, 2024 жылдың 1 қазан айынан бастап елімізде тұмаумен 2.2.335 адам ауырған. Ал соңғы мәліметтерге сүйенсек, осы вируспен Батыс Қазақстан облысы бойынша 14 жастан кіші 2 бала ауруханаға тіркелген. Қазір олар ем алуда. Дәрігерлер бұл вирус әсіресе осындай тұмау өршіп тұрған кезде белсенді болады дейді. Сол себепті ауырған адам дереу дәрігерге көріну керек және үйдегі бөлмелерді желдетіп таза ауамен және де балаларға дәрігерлермен ақылдасып қажетті дәрумендерді беріп отыру керек. Әсіресе осындай күз-қыс мезгілдерінде тұмау өршетін болғандықтан, уақытылы ересектер де балалар да дәрумендерді қабылдап отыратын болса, олардың ауруға қарсы иммунитеттері жоғары болады. Аталмыш вирус ауа тамшылары арқылы жұғады екен. Негізгі белгілері жөтел, бас ауыру және тамақ ауыру. Ауырмайық, аман сау болайық. Каналыма жазылып тіркеліп кетіңіздер және лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.